Assalomu alaykum. Жаслар TV телеканалында ас болсын көрсетуінің нәубеттегі саны. Көрсетуіміздің басқа өндері күйдірілген тынық вақа пақтамайлары. Вақа пақтамайлары менен сіздің тағамыңыз еле де мазалы болады. Бүгін Жаслар TV телеканалы асханасында ажайып мейманымыз уақытында біз кәсіплес болып та істедік той тарауында. Әзіргі күнде міне өзінің жеке кіші іспілермелігін жолға қойған, әмде жастар арасында көпшілікке өрнек болған Бақберген Әзербаев. Бақберген, ассаламу алейкум. Алейкум салам, ассаламу алейкум Ислам аға. Қош келдіңіз асханамызға. Әулем бар, ассаламу алейкум әзіз достар. Біз бүгін Жаслар TV ас болсын көрсетуіне мейманда келдік. Қандай тағам даярлап береміз? Біз бүгін жаңа рецепттегі балық өнімінен ауқат түсіп береміз. Шыда жақсы. Достар, біз Бақберген менен бір Бақбергеннің қадырнанның жақынның тойында ұшырасып қалдық. Әмде сәуетлесіп отырған уақытымызда маған Бақберген телефоннан бір тағамның рецептін, яғни бүгін таярланacak тағамның рецептін көрсетіп берді. Бізге сондай талантлылар керек қой. Өзгеше рецепт, өзгеше тағам таярлап беремін десе, дәрхал мен Бақбергенге айттым, сіз біздің ас болсын көрсетуімізге келің. Редакторымыз Илхам Атамұратовпен ойласқан қалда, болды, ислам ауқат пісіріп білсе, біздердің асханамыз әмме тарау уәкілдеріне ашық деді. Әм біз Бақбергенді осы көрсетуге мұрат еттік. Қош келіпсіз, ұсынысымызды қабыл етіп, бүгінгі осындай өзгеше рецептпен. Енді бұл өзгеше ұсуда пісірілетін тайым болатын балыққа қандай өнімдер керек болады? Әулем бар, балығымыздың өзі де керек болады. Бұл әлбетте беломор балығынан болу керек. Қалай болса пісірілген көршіміз, оның ішіне салынатын майонезіміз болады, приправалар болады. И бұның ішіндегі көшін өзінен ниетінен айырып алып, араластырып, фарш қылып істеп, өзінің ішіне салып пісіп береміз. Шүда жақсы, енді Бақберген, бұны сіз өзіңіз көрсету дауамында таярлап, таярлықпен көрсете бересіз. Енді шопер бұл майдалауға. Әулем бар, ішіндегі көшін етінен ажыратып аламыз, соның көшін. Соны шоперімізден көшін, балығын көшімізді и приправаларды араластырып, көшішпенен таярлап аламыз. Шүда жақсы. Онда бірінші балықты астияқылықпен көшін ажыратасыз. Етінен айырып аламыз бірінші. Мархамат. Енді әзіз тамашагерлер, бұл тағамды, яғни келің енді Бақберген, мен сізге Бека деп мұражат ете берейін, үйренгенімдей. Себебі Бақберген десе көпшілік Бақберген деп атамайды, барлық ата-анаңызда солай Бека деп атайтын шығарсыз, жоралары, достары. Біз Бека деп үйреніп қалғанбыз. Арасында енді Бақберген деп те айтып тұрамыз. Өзіңіздің міне азан айтылып қойылған атыңыз. Енді Бека, қазір бұның тек беломор балығынан істелмеді, иә? Себебі бұл беломор балығы терісінен айырып алу аңсат болады. Аңсат болады, иә? Сондықтан және мазалы болады беломор балығы. Енді бұл рецепті сіз қайерде үйренгенсіз? Бұл рецепті енді тойханаларда істеп жүріп, тобыр ағаларымыз қасында айтып, кептерін әпеніп, қасына әпеніп, соғықта қарап жүріп үйренгенбіз. Енді осы кәсіплесіміз деп жатырмыз той тарауында, сол Бақберген қаламыздың ажайып тойханаларында сол келген меймандарға қызмет көрсетуші болып бастадыңыз, иә? Ол уақытта неше жаста едіңіз? Енді әзір қараң, Бақберген, мен басқа да ұзаққа кетпек, өзімнен мысал қылатығын болсам, 2005-2008 жыллары, ондан кейін 2010 жылға дейін ата-анамызға азын-кем жас өспірім болып, жігіт болып көмектескен болдық. Енді олардан ақша сұрамай дегенде де өзіміз тәмелеп дегендей. Ал 2010-2014 шеген бәрібір жол хақы дейді ғой, мәселен, студент сол уақытта әкемізден сұрайтығын едік та. Бірақ енді ол жастағы, қазіргі деп қарасаң, ол жастағы перзент үшін, бала үшін өзін-өзі тәмелеп кетпеу, бәрібірде бір басқаша бір қолайсыздау нәрсе деп ойлаймыз. Бірақ сіз кішкенелігіңізден әрекет етіп, сол мектепте біткере сала, өзіңіздің әзіргі дәрежеге жетемен дегенше әрекетшеңлігіңіздің арқасында деп білемін. Себебі өспірімлік дәуіріңізден бастап біздердің көз алдымызда өскен жігітсіз. Неден бастадыңыз? Ең бірінші сол ата-анаңызға көмектесейін, жол хақысын, жол келеді мен олардан сұрамай дегенде. Үйге ауырлығымыз түспеу үшін сол 2015 жылы колледжде оқып жүрген уақытларында сол тойханаға барғанбыз. Сол 2015-те бері сол әзір той тарауындамыз. Енді сіз қалай басында айтып берің, енді мектепті
9 класста жаңа біткерген балаға бәрібір де халықтың арасына, жәмиеттің арасына араласу, ол жерге адаптация болу, икемдесу болады мәселен да. Сізде қалай болды мәселен? Қиыншылықтар? Баста қиыншылық болады, көпшіліктің арасында үйренісе алмай жүру, олармен әсте шығысып кетіп, әйтеуір жұмыстың несін жолға алып кетіп, сүтханада істегенбіз. Кеш қайту дегендер болды, иә? Азанда ерте барып, кеште кеш қайтып, сондай уақытлар болды. Сіз өзіңіз қайсы мектепте оқыдыңыз? Нүкіс қаласы қазіргі 2-ші салы мектепте оқыдым. Бұрынғы аты Максим Горький болады. Онан кейінгі? Одан кейін Автодорожный колледжінде оқыдым. 3 жыл. Қазіргі күнде Нүкіс инновацион институты IT дәстүри инженеринг қанегерлігі 4-ші курс сыртқы бөлім студентімен. Болашақ айтишниксіз, ә? Несіп етсе. Демек, жүре жақсы. Қазір міне ең дәстілеп сол тойлардағы қызметтегі тараудан бастағанымыздың себебі тамаша көйлеріміз қазір БК-ның, яғни Бақбергеннің басқыш келгендігін сәубетіміз дауымында, тағам тайырлау дауымында біз сөйлесіп бара береміз. Енді біз қазір осы барлық осы көшін айырып аламыз, иә? Соның көшін айырып, қол терісін өзін қалдырамыз басыменен. Сыртқы көрінісі қалады, ішіне көшілер сытып аламыз. Сыртқы тек еті қалады да, иә? Еті қалады. Сол беламұрдың еті қалыңлау болған үшін сондай болатқан шығады. Бекемлеу болады бұның. Бекемлеу болады, иә? Басқа балқара қараған, басқа балқар жыртылып кетіп, шықпай қалады. Енді сол ұстазлардан үйренген уақытыңызда, аспаздың аты кім еді? Тоғанада істейтін Мұхаммед аға дегеннен сода үйренген мен. Қасында жүріп, Мұхаммед аға бар, Хамет аға соларда үйренген. Ең бірінші, иә? Демек, достар, біздерде балықтан түрлі тағамдар таярланды, бірақ бұл рецепт бірінші. Енді пеште пісірілді, оның арасына түрлі өнімдер, әжайып өнімдер салынды, пауыз өнімдер салынды, бірақ гүрішпен араластырып, бұл басқаша бүгін рецепт болacak. Көрсетуімізді көруді давам етің, һәм осы рецепті бүгін Бақберген ініміздің қолынан үйреніп алсаңыз болады. Ислама мінекей, балығымызды терісін айырып алдық, енді шоперде өткеріп майдалап аламыз. Жүре жақсы. Ислама мінекей көріп тұрғаныңыздай, балықтан терісін айырып алдық, терісін шоперде өткеріп майдалап алдық. Енді сол қаржымызды салып, күрішпен араластырамыз, иә? Күрішпен араластырамыз. Мен қандай жәрдем бере аламын сізге? Оған шекем, пиязымызды майдалап тұрып, бір табаны шала қуырып берсеңіз. Біреу, екеу? Біреу болады. Біреу болады, иә? Шыдай жақсы. Оған шекем мен күрішін салып, крипабалармен араластыра беремін. Әлбетте. Енді ұсы майдалықта болады ғой, иә? Көбік қылып. Көбік қолпан. Майда. Болды. Пельменге тураған көбік деймін. Шыдай жақсы. Енді БК Бақберген сізге кейінгі нәубеттегі сұрауымыз, біз өздеріміздің 4-ші топарымызбенен Жастар ТВ телеканалында Жастар агентлігінде бардық та интервью алуға, сол жерде ләжларда, байрам ләжларында. Қамды сол уақытта сізді бір бизнес сабақларға бір оқып басладыңыз. Қазіргі күнде декорация қызметі, безеу қызметі, зор декор деген өзінің кіші бизнесі бар. Бүгінгі мейманымыз Бақберген Азербаевтың. Соны басламасы екен да, сол жерде оқып жүргендеріңіз, иә? Әлбетте, сол жерде қызығушылықпен барып, Жастар істер агентлігі, Жастар келешегіміз фонды тарихынан өткерілетін бизнес тренингтерге қатынасып, соның арқасында қазіргі күнде бизнесімізді жолға қойып алғанбыз. Жүре жақсы. Енді сол оқулар хақында, сол бизнеске қызығушылық хақында айтып өтің. Себебі сізді тамашалап отырған ата-аналар бар, мәселен жас балалар бар өсіп жатқан, қалай бастасақ болады, мәселен ойланады ғой, мәселен біреу кіші бизнес басылай жақ, бірақ ере қазірше үмкәният жоқ. Мәселен да қандай жеңілдетілген затлар бар, барлығын кішігірім өзіңіз түсіндіріп өтсеңіз. Енді ол жерде әлбетте бизнес басылмастан алдын құқықтық тарифлерін, біздегі жаратылып жатқан шариғатларды әлбетте білгім келді. Ол жерде бизнес клубта Гаухар апа Режепованың басшылығында бизнес клубта 2 ай оқыдық. Ол жерде апта сайын мысалы бір күні теориялық сабақ болады, бір күні әмели сабақтар болады. 2 ай давамында оқып біткеріп, Самарқанд уалаятына неге шықтық? Біз саяхатқа шықтық. Самарқанд уалаятының ол жақтағы бизнеслердің
Қазір қай неде рауажданып жатқанын, біз Өзбекстан, Қарақалпақстанда қандай бизнестерін алып, бұл жақта бастасақ болады. Сол бойынша саяхатлар қылдық. Самарқанд олайына. Жақсы. Ал мәселен күшлі бизнес тренерлер келіп тұрып оқыту, сол оқуларына, семинарларына қатынастыңыз ба? Әлбетте ол жерде Қарақалпақстанда Ислам Апырымбетов деген ұстаздарымыз бар. Солардан білім алдық. Марата көмек, солардан білім алдық. Жақсы. Енді ол жерде оқу тікелей бипыл болды, иә? Жастарға жаратылған шариғатлар. Әлбетте бипыл болды. Қалай берсе жол жобалары, мысалы біз туры бизнес ислам бағаларын алдына туры бара алмайтын едік, бірақ сол бізде жаратылған шариғаттан пайдаланып, өздері келіп біздерге сабақ өтіп берді. Жақсы. Енді ал қазіргі сол безеу қызметлері, зор декорды ашуға қандай өзіңіз ой келді, режелер қалай істеліп шығынды, қалай басланды, ең басламасы, кімдерменен басладыңыз, сол хақында да айтып өтсеңіз. Әлбетте енді сізбенен сол той тойлағанда танысқалы бері сол той несіндеміз. Сол жерде декорацияларды көріп, өзімізде пайда болды. Соны бір өзіміз былай жеке шығып, көше тойларында шықса қалай болады. Солар бір ойланып жүріп, ақыры бір басладық. Сонымен айтып, іздер жақсы дауымыз етіп атып деп ойлаймын. Қазіргі күнде халқымыздың тоғаш күндерінде, тойларында, концерт тәдбірлерінде қызмет етіп жатырмыз. Жақсы. Мәселен, қаржылай мәселе болады ғой басында. Сол белгіленген безеу жұмыстарына да мәселен керек болады, иә? Әлбетте. Қаражат мәселесі. Әлбетте. Ол қалай болды мәселен, кредиттер, жеңілдетілген кредиттер мемлекет тарапынан беріледі ғой? Әлбетте сол жастар тарапында, жастар орайында біздерге сол оқу дауымында тек білім беріп қоймай, қаржылай жеңіл кредитлерден ұсыныс етті. Сіз осындайдан алып, өз бизнесіңізді бастасаңыз болады деп, жеңілдік плюс тарифлерін айтып өтті. Кредит алдыңыз? Кредит алып, сөйтіп басылып, қазіргі күнде салып бармақтамыз. Жақсы. Демек, қазір азлы-кем сол араластырып тұрамыз. Әмде мен ваха майларынан табамызға құйып, сіз айтқандай мен кубик тәрізінде турадым. Қам сізге шала қормалап беремін, бұны. Деке фаршымызға пробаларымыз, қара бұршымыз, қызыл бұршымыз, чеснокларымыз сауыт дайырлап алдық. Енді араластырып. Міне мен ваха пақтамайлар күйді. Бұнда азлы-кем қормалап беремін. Шала қормалаймыз, ә? Бұз салу шарт емес қо? Шарт емес, тұяғында өзіне дұрзы бар. Кубик тәрізінде айыз тамашөгелер торадық, майдаладық. Әмде 4-5 қоп біз вақа пақта майларына пиязымызды қурмалап атырмыз. Неге исламаған қорып келген пияз тайым болды. Енді пияздан сап аламыз. Әлбетте, мархамат. Және бір араластырып. Осыны араластырамыз, ә? Еш ұмытылмады ғой, еш нәрсе. Күріш салынды. Күріш салынды. Приправа, тұзлары салынды. Тұзлары салынды, приправа, пияз салынды, чеснок салынды. Чеснок салынды. Осылай тұрады, айыз тамашөгелер, міне ішіндегі фарш майдаланған балық көш араласпасы, енді фарш деп айтылады бұл, әлбетте. Енді бұның балықтың ішіне саламыз да қандай аламыз? Әлбетте балықтың ішіне салып тігіп аламыз. Оған немен? Ине сабақ бет дегеніміз? Ине сабақ. Әкелдім. Ине сабақ әкелдім. Жұмыста да іздесек тауылады, бірақ бірден айтып қалса тауылмай қалуы мүмкін. Сіз әкелгеніңіз жерде жақсы болды. Өз бека Бақберген пұқта жігіт, кішкенелігінен білемін бұл жігітті. Демек, онда әстақырлықпенен ішіне сала береміз, ә? Ашымыз тайын. Енді сол доскымызды балығымыз. Доска қоямыз, ә? Мархамат. Енді бека осы көшті ішіне жайғастырғанда азлы-кем сәубетіміз болсын, маған беріп, маған мойкеге салып істейміз. Азлы-кем сәубетіміз болсын сізбенен зор декор қызметінде қандай қызметлер бар? Яғни сол өзіңіздің жеке іспілерменлігіңізде халықты сол безеу жұмысларменен нелерді сіз ұсыныс ете аласыз қаридарларға? Әулем бар біз 2023 жылы 18 февралда бірінші қызметімізге шыққанбыз. Ұмытылмас сәне сіз үшін? Әлбетте ең біздің бірінші заказымыз. Бұйыртпаңыз болады. Сол күні магазиніміздің ашылуын шарлармен безеп басылағанбыз. Одан кейін халқымыздың қазіргі күнде сырға салулары бар, ұзатулары бар. Соларға декорациялар
істеп береміз. Қазір мәселен бір қызметтерге барып қаламыз, үлкен тойларда да үйінің алдарын безеп, Әлбетте шертеклеріміз бар, фотозоналар деп айтылады қазіргі күнде, соларды қойып береміз. Қалай берсе, қазіргі күнде халқымыздың концерт тәбірлерінде де үлкен ләжларында да қызмет етіп келмектеміз. Халқымыздың үлкен концерт байрам ләжларында сіздің командаңыз. Өзіңіздің командаңызда неше адам құралған мәселен? Қазіргі күнде өзімнен басқа 2 нем бар, қасымда жәрдемшім бар, 2 балам бар. Өзіңіздің інілеріңіз. Жүре жақсы. Мәселен, транспорт мәселесі қалай болып жатырды? Бұл әлбетте ең баста біздің транспорт керек болады ғой бәрі? Әлбетте керек болады. Бастаған кезімізде таксиде жүрдік. Таксиде жүрген кезде енді табысымыздың почти бір ярымына жақын жолымызға кететін еді. Айтыр көз тимесін, сол неден қазіргі күнде көлік алып алғанбыз. Лабо машина алып, қазіргі күнде қалеген районларға заказдар алып, бұйрықтар алып шығып. Жүре жақсы. Демек, сіз сол лабо автокөлігін мініп жүрген уақытында біз жастарға сізді мәселен әзір өрнек болсын деп шақырдық қой, мәселен тынбай, сол ерте таңда тұрып, базарларға да барып, келің бір азлыкен мотивация болсын, жігерлендіру деп айтылады, мотивацияның қаралпақшасы. Ұйқыңыздан кешіп дегенде, күні түні. Ұйқымыздан кешіп дегенде, енді біздің көпшілік жұмысшыларымыз кешке даман басталады. Мысалы, той ертең болатын болса, бізде бір күн алдын барып құрып, ертесі күні кеште жинайтын едік. Құласы біз обедке шекен бір уақытымыз болса еді. Сол уақыттар енді лабо машина ғана үйде құрып тұрмай қойсын деп, Катекс базарларға шығатын едік. Соларда саудагерлердің продуктлерін, азық-түліктерін апарып, жеткізіп тұратын едік. Қосымша болған бір не болатын еді. Жақсы. Демек, қазір зор декорменен һәмде Бақбергеннің істеген жұмыстары haqqında азлыкен қазір біз таныс болмақтамыз да, әзіз тамашагерлер. Қазіргі күнде өзіңіздің жеке іс-білермелігіңізде қандай жаңалықтар бар? Кіші бизнесті үлкейту, семинар тренингтерге қатынасу, режелер, мақсатлар алға қойған. Қазіргі күнде бұл бизнесімізді әзірдік Нөкіс қаласында болсақ, оны районлардан ашуға, районлардан мысалы біздерден Нөкіске бұйыртпа беруге сәл қиналады, себебі мысалы жол кірейі болады. Сондай районлардан ашып, кеңейтіп, жұмыс орнын де көбейтіп, сондай ойлар бар. Жүре жақсы. Ауметіңізді берсін. Демек, біз дерлік барлығын салып болдыңыз. Енді ол бұл барлығымызды ене сабағымызбен тігіп аламыз. Ене сабақпен тігіп аламыз. Сияды ғой ана бәрімен бір ұстап көрейік енді. Нағыз ана азық-түлікпенен бағып, өзінің көшінің ішіне күріш қосып, бір семіз балық болды әзір мерде. Онда әзіз тамашагерлер, Бақберген ініміз осы балықтың етінен терісін бір-біріне біріктіріп, сабақпен жақсылап тігіп алады, онан кейін пешке салатын шығармыз. Әлбетте. Оның соусымыз бар, сыртына жағылатын, соусын даярлап аламыз. Соусын, майонезіміз керек болады, чесногымыз, тұзларымыз, приправаларымен даярлап аламыз. Онда сіз біріншіден тігіп алың. Негейіне балығымыз уже сабақпен тігіп, даярлап алдық. Ислама сіз неге листімізде майын жақ берсеңіз. Жүре жақсы, аз. Демек, әзіз тамашагерлер, бүгін бізде мейманда ініміз Бақберген Әзербаев әзір дерлік пешке қою үшін тайын тұрды, бірақ одан алдын осы майымызды жағып аламыз да, асы жабысып қоймау үшін ғой, Әлбетте жабысып. Сомсап сіргенді де сөйтіп, мен үйде кішен өмірлік жолдасым солай істеп тұрады, ара-тұра қарап тұрамыз, жәрдем береміз, посудаларды жуып дегендей. Енді балығымызды қойып жайғастырамыз. Жайғастырамыз, өзіңіз жайғастырып, жүре жақсы. Енді бұл сыртына, балығымыздың сыртына соусын жағып аламыз, соусынды таярлап алсақ. Жүре жақсы. Соус таярлауға сізге үлкенлеу ыдыс керек болатын болса, міне бар. Әмде мен чесногымыз керек болады, приправаларымыз керек болады. Қасық алып келдім. Чеснок приправаларменен біргелікте. Жүре жақсы. Енді бұл осы соусымызды жақсап араластыратын затлар айттыңыз. Чеснокты майдалайтын шығармыз, Чесногымыз бар, әлбетте. Неше чеснок салынады? Екеуі болса болады. Екеуі болса болады. Жүре жақсы. Екі чесногымызды.
Енді келешекте өзіңіздің жеке іс-әрекеттеріңізді рауажландырып, Құдай қаласа, кеңейтіп, сіз және бір жағынан аспаздықта оқып қойсаңыз да шеп болмайды екен. Себебі фундамент бар да. Өзімде қызығушылық бар. Қызығушылығыңыз бар әлбетте. Ана өзіңіздің жаңағы декорация, басқа қызмет дүканларыңызға несеп етсе, балалар жұмсап қойып, өзіңіз де мына жақта құр жүрмейін деп. Демек, чеснок салынды. Енді сала боламыз қызыл бұрышымызды. Қызыл бұрыш, паприка салынып жатырыпты. Ащы бұрыш қоссаңыз да болады. Енді өздеріңіздің талғамыңызға, асқазанға тағамдарды қабыл етуіңізге қарап, жақтырғаныңызға, біреулер ащыны жақсы көреді, біреулер мазалы, біреулер орташаны жақсы көреді. Соған қарап тұрып істей бересіздер. Соусымыз. Ешқандай су қосылмайды, Жоқ, өзі құр өзіміз. Құр өзіменен соус істеп жатырмыз, айыз тамашагерлер. Қасықпен араластырсаңыз болады. Айыз тамашагерлер, міне беламор, яғни ақ амур деп айтылады. Осы балығымызды осыдан алсаңыз болады. Себебі ешқандай теріде жыртылу ямаса, айырылу, ондай нәрсе болған жоқ. Басқа балықтарға қарағанда сәл бекемірек болады терісі. Бекем болады, Алмайсыз да, өзін шертіліп кетіп, негізі дұрыс жібермейді. Tamam мінекей, соусымызды балығымызға жағып алдық. Енді бұны духовкамызда 45 минут пісіріп аламыз. Мархамат. 45 минутқа уақытқа қоямыз, айыз тамашагерлер. Хоп. Ал сәтін берсін. Ас болсын бәршеге. Уақытына қоямыз, мархамат. Уақытымызды 45 минут торлаймыз. Әлбетте екі тарапы болу керек, асты-үсті. Асты-үсті болып пісу керек, Ислам аға мінекей бағана көшімізді айырып алдық. Бұяғына енді сүйегімізден сорпа пісіріп жатырмыз. Бұяғымызда балығымызды өзі духовкада пісіп жатырыпты. Әлбетте. Енді қосымша? Екеуі пісемін дегенше жеңіл сіңіру бойынша, сіңіру үшін салатымызды таярлап аламыз. Жеңіл салат, мархамат. Осыған араластырсаңыз болады, қамде ана кішкене тәрлікімізге салып қойсаңыз болады. Демек, міне қиярымызды. Қияр туралмақта. Айыз тамашагерлер, енді Бақбергенімізге бүгін көрсетуіміз үшін таярлап қойған және бір сұрауымыз бар. Мәселен, ер адамның басы ғауғалы дейді. Мәселен, бір уақытлары сол ғарежетсіз қалып қоямыз, бір уақытлары жұмысымыз келіспей қалады, жүріспей қалады. Мәселен, сіз бір сондай бір жағдайға түсіп көрдіңіз бе? Мәселен, жұмыс болмай қалып, мен сондай бір жұмысқа ұрынып көрсем, қалай мен бұл жағдайдан шығып кетемен деген бір ойлар, қияллар. Сол жағдайдан шығу үшін бір қыстың күні бір өзіме бір ой келді. Ол уақытта басқа да жұмыстарым бар. Біз осы уақытым болатын еді. Сол уақытта енді автотранспортлардың май құю, газ құю шақапшаларында нәубеті болатын еді. Сол уақытта ойландым, бұл нәубетте енді бұлар енді обедке қайтпайды, кешке қайтпайды. Сол уақытта өзіме ой болды, бұлар енді обедлену керек, түсілік қылу керек. Сол уақытта бір ой келді. Соларға бір самса сатып көрсем ой болды. Сөйтіп енді баста ұялу болды әлбетте. Сөйтіп енді самса заказы болдым, бұйыртпа бердім, шықтым. Баста енді маскаменен жүрдім. Ұялып енді танысылар көрмесін, не көрмесін деп. Бетперде. Бетперде болады, сондаймен жүрдім. Сөйтіп енді осы самсаларымыз әсіресе бір жақсы өтіп басылады. Сөйтіп жаңа очеретлер, нәубетлердің арғы басына бармай үш тосып қала беретін болды. Сөйтіп ойландым, жақсы өтеді екен, және бір алдырайын деп. Сөйтіп оны және бір істеп жүрдім. Сөйтіп көшемізде қоңыстар өтетін еді, сен күнде нан жаудыруға барасың ба деп. Ауа деп қоятын едім мен, айта алмайтын мен. Бірақ енді уақытта да таныстарым көретін еді нәубетте тұрған. Олар енді бірақ үстімнен күлу ондай зат жоқ еді. Айтам, молодец деп қосымша не қылып кететін еді. Енді мен ол пұлға мұқтаж емеспін, бірақ сонда сол нені өзіме басымда өткеріп көрдім. Мен қандай шығып кетемін деп ол жағдай. Егер сондай жағдай болса, қазір мен сол бірінші сол ойыма келеді. Сол бірінші мен самса сатып көрейін, өзімде не болды да? Сенім болды енді. Сондай жағдайға түсіп қалсам, мен бірінші сол нені қолдаймын. Себебі мен ол неден өттім. Тәжірибе сынақтан, тесттен өттіңіз. Әлбетте. Сондай жағдай болып қалса, сол неден өттім. Енді сол күндері енді самсам жақсы өтіп бастады. Оның қасына және қосымша лимон чай қосқым келді. Өзіңіз істеймін дедіңіз. Базардан нелерін алып, заваркасын алып, лимонын алып, терміз алдым 5 литр. Табағымды аламын, термізімді аламын. Жаңағыдай
Хужилдің несіне бараман, Майық ошақшасына, Сарашаныкіне бараман. Олам жағдай ортасына бармай басына бармай тауысып қала берді. Шыдай жақсы. Лимон шайда тез-тез өтіп тұрды. Әлбетте, ең қыстың күндері мен ысысымен ішкісі келеді, жылынғысы келеді. Лимон шаймен жақсы өтіп тұрды. Олам бір қосымша дарамат болды. Шыдай жақсы. Шыдай ажайып. Міне, әзиз жастар, әрекет етсең берекет беремен деген. Әлбетте, еште сіз істеп отырған жұмысыңыздан налымаң, қиналмаң. Әсте барлығы міне Бақберген ініміз тойда сол келген меймандарға қызмет көрсетушіден, онан соң аспазлардың жәрдемшісі, онан соң безеу жұмыслары жақында және де кіші бизнестерді жолға қою ережелеріңізде бар. Бұны айтып өттіңіз. Әлбетте, енді бұны Құдағала сен іске түсіргеннен кейін айтпасам енді расын бұны айтып тастасам аз кейін істеген келмей қалады. Дұрыс. Ол кәсіп сыры. Әлбетте, енді бір не сөз бар, мақсатлеріңді айтпа, нәтижесін көрсет деген. Өзімнің нәтижем өзімен айтуыма шарт болмай қалады. Мақсатлерімді енді көрсетсем, нәтижемді көрсетсем. Сондықтан енді астағырлықпен бұған жүзі неге шығармын. Әлбетте. Мен әлбетте халыққа қызмет көрсету қарауы бойынша таза жұмыс бастап отырмын. Шыдай жақсы. Әумет яр болсын дейміз. Демек онда жеңіл салатымызды даярлап аламыз. Һәм біз балықтың пісу уақытын күтеміз. Балық піскеннен кейін өзгеше балық қазір пеште пісібекте өз уақытыменен оны бөліп турап Бақбергеннің қолынан дәм татып көреміз. Мінекей Ислам аға, пешке піскен балығымыз, қалай берсе сорпамыз даяр болды. Енді шығарып, ыдысымызға салып аламыз. Әлбетте. Мен шығара берің, әзіз тамашагерлер, мен асығып тұрман себебі дәмі қандай болады екен деп. Себебі бірінші мәрте дәм татып көре жақпан. Алдын пеште піскен балықты мен жеп көргенімде, оның ішіне палыз өнімлері, басқа да ажайып өнімлері салынды. Ал бүгін Бақберген ініміз, яғни Бека ініміз өзгеше тәрізде міне ұсылай істеп берді. Қызарып піскен екен де, Енді мен сізге сол табақты жақылататын шығарман, Бақберген. Исламағанеке балымыз салып алдық. Қандай зор. Көліп, ыдысымызға салып аламыз сәргізімізге. Біз оған дейін міне нанымыздан таярлап тұрсам, нанынан бөліп, азылкем аз дәм татуға. Сорпадан дәм татып тұра берсем болады, себебі, Бека. Қараң, баста көштен айырып алдық қой, балықты мәселен, чері қалды. Сол ортасында сүйекке бірігіп қалған балық көшінен балық сорпамызды таярлап жібердік. Ол ешқандай зиян болмады. Керісінше әзір осы балықпенен қосып біргелікте сорпаның дәм татамыз. Гәп жоқ. Ажайып бәрі. Негізі балық сорпа пісірген уақытында беламурдан, яғни ақ амурдан істесеңіз, біреу болады. Исламға ас болсын, бір дәмін көріп, бір бақасын берсеңіз. Әлбетте. Сорпаға гәп жоқ, ғайыз тамашагерлер. Мына қараң. Қандай ажайып тәрізде. Піскен міне. Рахмет. Қалай шыққанда? Гәп болуы мүмкін емес. Жеген сайын жеген келе береді. Нан менен әсіресе. Бірақ бұл арнаулы ипотекарында сізденетін шығар, Бека? Мәселен, көпшілік балық сататын орындарда бұндайды мен бірінші рет көрмедім де, ол расын айтқанда. Үйлері қонақларда, үлкен бір мереке тойларда бұйыртпа асасында оларда таярланады. Бүгін міне сіздің жақындарыңыз көрді ғой. Сіз танитығылар көрді. Құда қалесе сол өзіңіздің қызметіңізден босаған уақытыңызда сізге бұйыртпа берсе барасыз ғой, осыны таярлап беруге. Бір мезгіл уақытыңыз келеді. Әлбетте. Барып, таярлап, дастарханды тәртіп беремін. Әлбетте. Міне, әзіз тамашагерлер, бұл өзіңіз ізбе-ізлікте рецептін көрген болсаңыз керек, көрсетуімізде балықтың көшін бірінші өзінен шығарып алып, сол терісі һәм сол балықтың терісінен күрішті араластырып, қосымша дәм берушілер араластырып, кейін ұсыған жайғастырып, һәм терін жақсылап тігіп,
40 минутта осындай ажайып өзгеше тағам дайын болды. Һәм келген меймандарыңызға тартсаңыз да, бұл дастарханыңыздың көркіне көр, шырайына шырай қосып тұра береді. Ас болсын көрсетуі Бақберген сізге өз minnetdarchiligimizni білдіреміз. Жақсы бір рецептпенен, или ешкімде жоқ рецептпенен бізге бөліскеніңіз үшін. Тамаша көйлерімізге тілектеріңіз болса, халқымызға мархамат. Халқымызда бизнесмендер көбейсе, әлбетте олардың затлары да көбейді. Көбейген сайын халқымызда арзаншылық болады. Арзаншылық болса, әлбетте той мерекелеріміз де көп болады. Әлбетте. Халқымыз, отанымыз тыныш болсын, халқымызда тойлар көп болсын. Халқымыздың қызметінде жүруден шаршамайық. Сізге исламға рахмет, жұмыстарда табыстар. Сау бол, Бақберген, рахмет. Бүгін достар, Жастар ТВ телеканалында ас болсын көрсетуінде ажайып ініміз, өзі кішіпейіл інсан, кішіпейіл жігіт, тіл алғыш жігіт, жеке еспілермен, әлбетте бизнесіңіз, жеке еспілерменіңіз еліде кеңеюіне бір танымалы бизнесмендер қатарында болуымызға тілектеспіз. Бақберген Азербаев болды әлбетте. Біз Бақбергенді Бека деп шақырамыз. Бека, рахмет, саламат болың. Ажайып рецепт болды бүгін. Ас болсын көрсетуіміздің басқа өндері күйдірілген тынық вақа пақта майлары. Вақа пақта майлары менен сіздің тағамыңыз елі де зор болады. Жастар ТВ телеканалында ас болсын көрсетуіне ажыралған уақыт өз жұмағына жетті. Бізді тамашалаған барлық замандастарымызға алғысымызды білдіріп қаламыз. Һәм біздерде таярланып отырған әр хаптелік рецепті сіз шаңырақ ағзаларыңызға таярлап берсеңіз, біз бұндан жүдә қуанышты боламыз, төбеміз, басымыз көкке жетеді. Ас болсын көрсетуінің нәубеттегі салаларында әжайып мейманлары һәм олардың қолдарынан таярланған ширин тағамдар үстінде, зор сәубетлер үстінде көріскенше, қош, сау, саламат болың.